Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ұлттық тағамдардың бірі майсөкті көрсететін боламын. Бұл өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз тарыны 2-3 рет қайта жуып аламыз. Яғни тарыны біз кірлерінен тазартып алатын боламыз. Міне достар, қарап тұрсаңыздар, біздің тарымызды ең алғаш жуған суымыз осындай қап-қара болып жуылады. Біз оны 2-3 рет қайта жуып тазартып алуымыз қажет. Мен 3 рет жудым. Енді оны мен басқа бір ыдысқа салып, қайнататын газге қоюға болатын ыдысымызға салып аламыз. Сосын оның үстіне сүтті құйып, отқа қоямыз. Сіздер достар, газға қоймай-ақ ыстық сүтті құйсаңыздар да болады. Ал мен бірақ осылай оттың астын жағып, сүтті кішкене қайнағанша күтіп, бірақ қайнатпаймын, кішкене қайнағанша ысытамын. Сіздер де солай жасасаңыздар, майсөктеріңіз өте дәмді болып шығады. Сосын бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямын. Міне қарап тұрсаңыздар, сүтіміз біздің тартылып, майсөктің өзі қалады. Енді оның үстіне біз қантымыз бен сары майымызды бөлме температурасында болу қажет сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Майсөгіміз міне дайын болды. Енді оны ыңғайлы ыдысқа салып, тәрелкеге әдемі етіп дастарханға қойсаңыздар болады. Міне достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатынына сөзсіз кепілдік беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.